достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған мен Гүлтока, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бұл видеоны мен бірінші түсіріп тұрмын. Бұл видео менің құралдарымды көрсететін боламын. Яғни мен бұл видеоны рум-турда түсіргенмін. Әрине өздеріңіз көрген шығарсыздар. Енді мен осыны тағы да сіздерге таныстыратын боламын. Ал біз ендеше көп созбай бастайық. Мен осы қағаз қыстыру осыдан бастайын. Бұл бізде қағаз қыстыруға арналған. Мен бұны мектепте көбінесе қолданамын. Ал келесі бұл бізде мектептің кітаптары 3 кітап осындай. Ал келесі бізде кейіннен осындай 2 сызғыш, біреуі түзу және екіншісі үшбұрыш. Мен көбінесе үшбұрыш сызғышты қолданамын. Ал бізде келесі осындай, әрине менің мектеп күнделігім. Бұл бізде мектепке арналған және де осындай қалам, яғни ручка. Ал келесі бізде осындай мен пеналым. Бұл жерде қаламдар және осындай қаламдар бар. Ал бұл бізде осындай ручка. Ал келесі бізде бұл тоже пенал. Бұда тек қана бізде маркерлер бар, осындай. Ал келесі бізде осындай қайшы. Және де осындай менің грамотам мектептен алған үздік оқушы ретінде. Ал келесі бұл бізде тағы да кітаптар. Бұл мектеп кітаптары емес. Бұл үйге оқуға арналған кітаптар. Яғни үй кітаптары. Мен бұны көбінесе үйде оқимын. Әрине. Менің осы видеом ұнаса, лайк басып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Мені қолдап кетіңіздер. Мен осындай видеоларды түсіре беретін боламын. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Енді екінші час шыққанын қаласаңыздар, 20 лайктан міндетті түрде асырып тастайық. Достар, екінші час шыққанын қаласаңыздар, 20 лайктан соң шығаратын боламын.